Рахмет, өздерің қалайсыңдар? Так, балалар, сабақты бастаймыз. Бастаймыз, апай. Дайынбыз ба сабаққа? Иә. Жақсы. Так, балалар, маған бар ғой, мынадай бір өзекті ой келіп тұр да. Осы атеистік көзқараспен қарайтын болса, балалар, Құдай жоқ. Құдай жоқ. Қойшы апай. Көрпісіңді көрсетіңдерші маған. Натай, сен тұршы оңынан. Сен Құдайды көрпісің ба? Көріп тұрған жоқ ма бай? Көріп тұрған жоқсыңдар, е? Егер Құдай бар болса, неге ол көрінбейді біздің көзімізге? Неге ол көрінбейді? Көріп тұрған жоқсыңдар, е, Құдайды? Яғни балалар, Құдай жоқ дейміз. Құдай жоқ балалар. Құдай бар болса көріну керек қой, айналайын, біздің көзімізге көрінбей ма? Сұрақ болса бола ма? Иә, маған ба? Қоя ғой. Апай, не ғой? Сізге емес? Кімге? Нартайға қойса бола ма? Жарайды, қоя ғой. Нартай, сен ше мысалда Иә. апайдың миын көріп тұрсың ба? Апайдың миын көріп тұрсың ба? Жоқ, көріп тұрған жоқпын. Балам, сен апайдың миын көріп тұрсың ба? Жоқ. Апайдың миы көріп тұрған жоқ айтшы. Сен айтшы. Апайдың миы көріп тұр ма? Жоқ, көріп көріп тұрған жоқ. Апайдың миы көріп тұрған жоқ. Көрдің ба? Құдай жоқ деген бар ғой? Апайдың да миы жоқ. Апайдың да миы жоқ. Сендерге мен мазақ емеспін. Отыр! Қазір мен миы жоқты көрсетемін сендерге. Так, тұр орнынан. Омар, мен саған айтып тұрмын, тұр орнынан. Орнынан тұр. Үй тапсырмасын орындадың ба? Үй тапсырмасын орындадың ба? Орындаған жоқ. Неге? Ауырып қалдым кеше. Өтірік айтпа. Сен үйтіп маған жалған өтірік айтпа. Мен саған не, екі қоя алмайды дейсің ба? Міне көр, бақандай, табақтай, екі үшін. Так, сәуегей білгіш. Тұр орнынан. Тұр орнынан. Жаңа ғана данышпан білгіш болып жатыр еді ғой. Так, үй тапсырмасын орындадың ба? Үй тапсырмасын орындадың ба? Апай. Не? Кеше ағам түрмеден шығып келіп еді да. Соны қарсы алдық. Кеше ағам түрмеден шыққан ғой, соны семьямызбен қарсы алдық.